Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз дөңгелек салфетка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін менің мастер-класс көрсететін жібім Иран жібі. Ол үшін осылай кольцо алып аласыз. Осы кольцоның ішіне 12 столбик, с накидом 12 столбик тоқимыз. Әуелі 2 воздушный петля көтеріп аламыз. 1, 2. Осы жерге мынау бір столбик болып есептеледі. Енді осы жерге 11 столбик тоқимыз с накидом. 2, 3, 4, 5. Осылай 12 столбик с накидом 12 столбик тоқып шығамыз. Неге біз 12 столбик тоқып алдық. Енді осы бастапқы көтерілген ілмекке осылай бір ілмекке осылай өтіп аламыз. Енді екінші қатар тоқимыз. 1, 2 воздушный көтерілеміз. Накид. Және осының дәл түбінен, осы көтерілген столбиктің дәл түбінен тағы бір с накидом столбик тоқимыз. Сонда біз бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Енді накид келесі ілмекке, тағы да келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. 1, осы ілмекке тағы да 1. Екінші қатарымыз сонда мына әр ілмекке 2 столбикпен тоқумен аяқтайтын боламыз. Накид келесі ілмекке тағы да 2 столбик. Әр ілмекке 2 столбик тоқитын боламыз. Сонда бірінші біз 12 столбик көтерген болатын болсақ, екінші қатарымызда 24 столбик көтереміз. Осы қатарды аяқтап болғасын, столбиктарыңызды санап шықсаңыздар да болады. 24 болу керек міндетті түрде. Осыны айналдырып аяғына дейін тоқып шығамыз. Неге біз екінші қатарды да тоқып келдік. Мынау жаңағы мына жерде артында қалған жіпті неге осыны мен қатарға қосып тоқып жіберем. Енді мынандай қыттай ғана қалған остатокты осылай қиып алып тастасақ та болады. Бірге қосып тоқи алмасаңыздар, кейіннен инемен де өткізіп арасына қойсаңыздар болады. Енді мынау столбик, екінші столбик, соның мына жақ қапталындағы ілмек біздің қосылған ілмек болып табылады. Осы ілмекке осылай бір ілмек болып қосылғанбыз. Неге біздің екінші қатарымыз шықты. Енді үшінші қатарға көтерілеміз. 2 воздушный көтерілеміз. Неге 2 воздушный демеңіздер? Себебі мен айттым, Иран жібімен тоқып отырмын. 3 воздушный көтерсеңіздер, онда мына жерлеріңіз әдемі шықпай қалады. Иран жібімен тоққанда осылай 2 воздушный көтерілсеңіздер жарайды. Ал егер жіптеріңіз қалың,
жуан жіп болса, онда 3 воздушный көтеріліп тоқисыздар. Енді 3-ші қатар накид дәл осы воздушный петляның дәл түбінен осылай бір столбик көтересіз. 2 столбик болды. Сонда бізде бұл бір ілмекте 2 столбик деген сөз. Енді келесі ілмекке бір ғана столбик көтерілеміз. Накид. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осы ілмекке тағы бір столбик. Накид. Келесі ілмекке бір ғана столбик тоқимыз. Келесі ілмекке 2 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Сонда 3-ші қатарымызды сонда бір ілмекке 2 столбик, келесіне 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, сонда кезек-кезек келесіге 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик болып, осы 3-ші қатарды аяқтайтын боламыз. Неке біз 3-ші қатарымызды тоқып келдік. Неке мына столбиктің мына жақ басындағы ілмек осы біздің қосылатын ілмегіміз болып табылады. Осыған осылай бір ілмекке қосыламыз. 2 воздушный. Накид. Енді осының түбінен осылай бір столбик көтерілеміз. 2 столбик болды. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған тағы бір столбик тоқисыз. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Жаңа біздің тоқыған мына 3-ші қатарымыз 36 столбик болады. Сонда міне мынауымыз 12, 12-ге 12-ні қоссаң 24, 24-ге 12-ні қоссақ мында 36. Енді келесі столбигіміз 48 болу керек. Енді мына жерде мінекей 2 столбик тоқыдық. Одан кейін дара біреу, қайттан 2 столбик бір ілмекке 2 столбик, келесі ілмекке 1 столбик, келесі ілмекке 1 столбик. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқисыз. Сосын дара 1 столбиктен келесі ілмекке 2 столбик, солай 48 столбик тоқып шығатын боламыз. Түсінікті қылып айтқан сияқтымын. 2, біреу, 2, біреу. Осылай 4-ші қатарды аяқтаймыз. 4-ші қатарды 48 столбикпен аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 4-ші қатарды тоқып келдік. 48 ілмек, 48 столбик болу керек. Міндетті түрде әр қатарды тоқып болғаннан кейін
столбиктарыңызды санап отырыңыздар. 48 столбик тоқып шықтық, 4-ші қатар. Енді келесі 5-ші қатарға өтеміз. Екі воздушный, сол ілмектің дәл түбінен осылай столбигіңізді көтересіз. Енді мына жерде бір ілмек, мына жерде екі ілмектен, мына жерге 2-ге 1, 2-ге 1, 2-ге 1. Келесіде мына жерде 2-ге 2, 2-ге 2 тоқыған болсақ, енді мына жерде 2-ге 3 тоқимыз. Міне 2 ілмек тоқыдық, 2 столбик тоқыдық, бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқып аламыз. Дара ілмектерге 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3 столбик тоқимыз. Қайттан 2 столбик тоқимыз бір ілмекке. Дара 1 столбиктен тоқимыз. Осылай аяқтайтын боламыз. Енді келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик. Мына жерде мінекей бір ілмекке 2 столбик тоқып алдық. Дара 1, 2, 3, дара 3 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқиыз. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқимыз. Әр ілмекке 3 столбик. Бір ілмекке 1 столбик, бір ілмекке 2 столбик, бір ілмекке 3 столбик. Бүйтіп қарап отырсаңыздар көрініп тұрады. Енді келесі бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осылай осы кругты айналып тоқып шығамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді 12, 12, 12, 12. Мынамыз 48 болды. 48-ге 12-ні қосқанда 60 бола ма? Сол 60 столбикті осылай тоқып шығасыз. Сонда әр қатарға 12 столбиктен қосылып отырады ғой, яғни 12, 24, 36, 48, 60, 72, сол 72 қатар осылай тоқып шығуымыз керекпіз. Әр қатарға 12 столбиктан қосылып, сонда 72 столбик қатар тоқитын боламыз. Қазір енді мынаны осыны тоқып бітіргенде бізде 60 столбик болу керек. Мінекей біз 5-ші қатарымызды да тоқып келдік. Осылай көтерілген ілмекке қосылып аламыз. Екі воздушный. Енді біз жаңа бірінші қатарда 2-ге 3 тоқыған болсақ, енді 2-ге 4 тоқимыз. Осы ілмекке, осы столбикке, столбиктің түбіне тағы біреуін тоқимыз. Сонда бізде мінекей 2 столбик болды.
Енді дара 4 столбик тоқимыз. Дара әр ілмекке, дара әр ілмекке 4 столбик. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик тоқимыз. Дара ілмекке. Міне 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Сонда мінекей мына жерде екеуін тоқыдық. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық мінекей. Сосын дара 1, 2, 3, 4 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі ілмегімізге 2 столбик тоқимыз. Мына ілмекке 2 столбик тоқимыз. 1, 2. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Неке. Енді келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған тағы 1 столбик. Осылай осы қатарды да аяқтайтын боламыз. Яғни 2-ге 4. Бір ілмекке 2 столбик. Дара 1, 2, 3, 4 столбик. Бүйтіп ашып қарап отырсаңыз көрініп тұрар жанында. Одан кейін 2 столбик тоқыдық мінекей. Одан кейін дара 1, 2, 3, 4 дара тоқыдық. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Мінекей. Бүйтіп қарап отырсаңыз да көрініп тұр бәрі мінекей. 2, 1, 1, 1, 1. Мінекей 2 столбигіміз тұр мінекей. 1, 2, 3, 4. Мінекей 2 столбигіміз тұр. Осылай 2-ге 4 столбик тоқып, барлығы 72 столбик тоқып, осы қатарды аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 72 столбик тоқып алдық. Енді осы көтерілген жерімізге осылай бір ілмекке тағы бір ілмек аламын да мына жағын осылай қатты тартып қатырып осы жерден қиып алып тастаймын. Енді мына бастаған жерімізден 1-2 ілмек тастап кетеміз де мына 3-ші ілмекке осылай дайындап алған ілмегімізбен
4 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4. Енді 1, 2 ілмек тастап кетеміз де үшіншісіне осылай қосылып аласыз. Тағы 4 воздушный. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2 ілмек тастап кетеміз үшіншісіне. Осылай қосылып аласыз да. 1, 2, 3, 4. Осылай айналдырып осы жерге дейін осылай айналдырып тоқып шығамыз. Міне соңына келдік. Енді осы бастаған жерімізге осылай бір ілмекке өтіп аламыз. Онда тағы бір ілмекке өтіп аламыз. Мына жіпті осыны арқаға осылай қосып тоқып жібереміз. Енді осы жерге без столбика, без накида 2 столбик тоқимыз. 1, 2. 2 столбик тоқыдық. Енді 12 воздушный петля көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осыны осылай айналдырып мына түбіндегі ілмекке іліп аламыз. Екі ілмек, соны тағы былай іліп аламыз. Енді кейін қарай айналамыз да осы мына пайда болған ілмекке 20 столбик, без накида 20 столбик тоқимыз. Без накида. 1, накид ілмейміз, без накида 20 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17, 18, 19, 20. 20 тоқыдық. Енді мына арқамызға, осының түбіне, осы арқамызға тағы бір столбик осылай тоқып аласыздар. Мінекей, біз бір арқаны бітірдік. Енді мына келесі арқаға көшеміз. Ол жерге де тағы да 2 столбик тоқимыз без накида. Он екі воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді мына түбіндегі мына жерге қосыламыз. Оңына қаратып аламыз. Осы ілмекке де тағы 20 столбик тоқимыз без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы жерге де 20 столбик тоқып шығамыз. Міне, екінші арқаға да 20 столбик тоқып алдық. Осы жерге түбіне осылай бір столбик тоқып аласыз. Енді келесі арқаға көшеміз. Келесі арқаға да бірінші әуелі осылай 2 столбик тоқып аласыз. Он екі воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы түбіне осылай келіп жиырма столбик без накида. 1, 2, 3. Мінекей, осылай ары қарай жалғастырып кете бересіз. Мінекей, 2 болды. Үшіншісін тоқып жатырмыз. Тоже 20 столбик көтерілесіз. 20 столбик без накида тоқып шығасыз. Мына жерге түбіне бір столбик тоқып аласыз. Сосын келесі арқаға көшесіз. 2 столбик тоқып аласыз без накида. 12 воздушный көтерілеміз. Сол 12 воздушныйдың ішіне 20 столбик без накида тоқып аласыз. Және түбіне тағы бір столбик тоқып жібересіз. Солай аяғына дейін осылай тоқып келеміз.
Неге біз соңғы аркамызға келдік. Соңғы аркамызға келдік. Так, 2 столбик тоқимыз. Он екі воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді осы жерге лағаре қосылмаймыз. Осы 12 воздушный көтерілгеннен кейін осы жерден осылай бір столбик көтеріліп аласыз да, осы жерге енді қалған 19 столбик тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Осылай аяғына дейін 20 столбик тоқып аламыз. 5 болды. Неге мынандай қылып соңғы ілмек осыған 20 столбиктарымызды тоқып аламыз. Енді соңғы түбіне соңғы бір столбикті осылай тоқып жібересіз. Болды. Енді оң жағы басындағы бастап ілмектерге осылай оң қаратып аласыз да, осылай іліп шығамыз. Осылай оң қаратып аламыз. Осылай іліп шығамыз. Осылай оң қаратып іліп шығамыз бәрін. Бәрін біз іліп келдік. Соңғы ілмек бәрін іліп келдік. Енді осыны осылай осының ішіне өткіземіз. Және мынаның басындағы ілмекке осы жерге осылай өткізіп аламыз. Осы жерге ар жағына осылай өткізіп жібереміз. Крючоктың көмегімен осылай тартып алсаңыз болады. Және осыны мына жаққа қарай өткізіп жібересіз. Енді мына ілмекке екеуін бір-біріне қосамыз. Екеуін әдемі шығу үшін асықпай
аккуратно осылай жасаған дұрыс. Осылай қосамыз, тартып әбден. Тағы бір ілмек алып, енді осыны осы жерден қиып алып тастайсыз. Мынаны қиып алып тастамас бұрын осы жерге түбіне, осы жердің түбіне тағы да осылай мықтап, осы ілмекті мықтап осылай осы жаққа да бір өткізіп алайық. Мына жіпті жіңішке инемен осылай жіңішке инемен осылай жіңішке инемен қатты тартып, осы жаққа қарай қатты тартып өткізіп тастаңыз. Мінекей. Әлде де бір-екі өткізіп тастаған жақсы. Қатырып тіпті мына жерге, осы жерге тартып, осылай байлап тастағанымыз да дұрыс. Мінекей. Мына ілмектеріңізді былай тартып әдемілеп алсаңыздар болады. Мінекей бізде осындай әдемі салфетка пайда болды. Мына жерлерін былай бүйтіп тартып әдемілеп алсаңыздар болады. Мінекей бізде осындай әдемі салфетка пайда болды. Менімен бірге болыңыздар.